Сәлем достар, сіздермен бірге Асқар. Бұл видеода сіздер клубта ересек жігітпен танысқан оқушы қыздың оқиғасын білетін боласыздар. Фильмнің аты «Қорқыныш». Ал бастаймыз. 16 жастағы Николь есімді қыз әкесі Стив, өгей анасы Лора, інісі Тоби менен бірге тұрады. Ол қарапайым өмір сүруде. Оның досы Марго екеуі жақын әңгімелеседі. Олар алғашқы түндерін кіммен қалай өткіземіз деп қобалжиды. Марго оны кешке клубқа шақырады, бірақ Николь одан бас тартады. Себебі әкесі оны жанұямен концертке барамыз деп айтқан болатын. Кенеттен Стивті жұмысы Ванкуверге аттануын талап етеді. Жанұядағылар түсінбей бармауын сұрайды, бірақ сіздер аш болмау үшін жұмысқа бару керек дейді. Николь ренжіп кетіп қалады да бөлмесіне барып Маргоға қоңырау шалады. Сосын баруға келіседі. Екеуі клубқа келгенде Марго жігіттермен танысуға кетіп қалады. Дәл сол сәтте Николь жалғыз тұрғанда оның жанына Дэвид есімді жігіт келеді. Екеуі бір-біріне ұнайды. Сол кезде клубтағы жігіттер бір-бірімен төбелесіп кетеді. Одан шошынған жастар анда-мында қашып біреулер полицияны шақырады. Дэвид Никольдің қолынан ұстап оны шатырға алып кетеді. Сосын полициядан құтылып қосымша сатымен төмен түседі. Дэвид қаланың әдемі көрінісін Никольға көрсетеді. Екеуі романтикалық түнде отырып бір-біріне өздері жайлы айтады. Николь Дэвидке сені баста көргенде басқаша көріндің деп айтады. Екеуі қара жамылған түн астында еріндерімен жақындасады. Николь өзінің сағат 12-ге дейін үйінде болу керек деп ескертеді. Дэвид Никольдің сағатын кері қайтарып, әлі біраз уақытымыз бар деп айтады. Сағат түнгі 2-де үйіне жеткен Николь есіктің алдында оны Лора күтіп тұрады. Лора, неге ескертпедің, сонша күттім деп айтады. Николь сағатым сынып қалып, уақытты білмей қалдым деп алдай салады. Оған Лора косметикаңды жу, әйтпесе жеңіл жүрісті қыздарға ұқсап тұрсың деп айтады. Алдағы бірнеше күн бойы Николь мен Дэвид екеуі күнде кездеседі. Оны мектепке апарып әкеліп, әр бұрыштарда еріндесіп, бірге сауық сайран құрып жүреді. Құрбысы Марго Никольға Дэвидтің досы Логанмен жақын араласатыны жайлы айтады. Дэвид Никольға аяқ астына жанұяңмен танысайын дейді. Николь жанұясымен Дэвидті таныстырады. Ол жылдам қатты жақын болып кетеді. Тіпті Лораға бақшадағы жұмыстарға көмектеседі. Дэвид өзін сыпайы көрсеткісі келеді. Сол сәтте жуынатын бөлмеге Дэвид қолын жууға кіріп кетеді. Сосын Стивтің қасына Лора келіп, жәрмеңкеге барайық деп әдейіге алға қарай еңкейеді. Оған бір түрлі көзбен Стив қарап тұрғанда, оны Дэвид күліп бақылап тұрады. Стив оған еш нәрсені білдірмей, Николь сағат 12-ге дейін үйде болу керек деп ескертеді. Кетіп бара жатып Дэвид Стивтің сағатын жарты сағат кері шегеріп кетеді. Ол алдын солай Никольдің сағатын осылайша жасаған болатын. Жолда жұптар бір-біріне қатты жақындай бастайды. Кешке Стив жұмыстың тапсырмаларын жарты сағатқа кешіктіріп жібереді. Оған себеп Дэвидтің сағатты кері жылжытып кеткені болады. Сол үшін оны Ванкуверге тағы шақырып алады. Стив Лораға Дэвидтің қайта-қайта Никольді алып кете беретіні ұнамайтынын айтады. Стив жолға шығар алдында Никольға үйге ешкімді әкелме деп айтады. Николь жарайды дейді. Кете салысымен Николь Дэвидке қоңырау шалып кел деп айтады. Бірақ Дэвид досымен бір жұмыстарды бітіріп жатқанын айтады. Барсам кешірек барармын деп айтады. Николь Дэвид қалаған уақытта келерсің, күтем. Есіктің құпия санын оған айтып жібереді. Кеш бола Дэвид Никольға келіп жақындасады. Екеуі таңға дейін болады. Бұл Никольдің алғашқы түні болатын. Николь осы оқиғаны жақын досы Гарриға айтып береді. Екеуі құшақтасып қоштасып жатқанда артынан келіп Дэвид Гарриді елдің көзінше ұзақ ұрады да Никольді итеріп жібергенде көзіне тиіп көгеріп кетеді. Сосын Никольға қолын созып тұрғызғысы келеді. Қорқып кеткен Николь Дэвидтің кетуін сұрайды. Бірнеше күн бойы Николь Дэвидпен сөйлескісі келмейді. Дэвид оған хаттар жіберіп отырады. Хатында қалай сағынғанын жазған болатын. Николь бәрібір қорқып қалғасын, қанша сағынса да сөйлесе алмайды. Түнде Стив пен Лора Никольдің жылап жатқан дауысын естиді. Стив оған Лораны жіберіп жұбат дейді. Лораны жұбатып жатқанда бетінің жарақатын қалай алғанын айтып береді. Оған дейін дене шынықтыру сабағында болды деп алдап келген болатын. Сол сәтте әкесі Стив Никольдің бөлмесіне Дэвидпен болғанын біліп, бетінің жарақаты қалай болғанын біліп, енді қайтып
Дэвидпен жолықпайсың деп айтады. Уақыт өте келе Дэвид Никольмен кездесіп, жалынып кешірім сұрайды. Оны қалай жақсы көретіні және олсыз өмірінің мәні жоқ екенін айтады. Сосын Николь оны кешіреді. Жұмыстан оралған Стив Дэвидтің Лора және Никольмен жақын ойнап жүргенін көреді. Бірақ оны қызғанып жүр деп ойлайды. Алайда олай емес еді. Дэвидтің біртүрлі қылықтары Стивтің жүйкесіне тиеді. Дэвид алдын өзінің жанұясы жайлы айтқан болатын. Стив оның өмірбаянын зерттеп біледі. Оның жанұясы жоқ және 18-ге толғанға дейін балалар үйінен ауыса берген. Оның тұрақты жұмысы, тұратын жері жоқ болып шығады. Стив Дэвидті шақырып алып, Никольден аулақ жүр деп айтады. Оған жауап ретінде Стивке сен қыздекесің, сенің әйелің маған беруге дайын деп оны боқтап жібереді. Сосын Стив кетіп қалғасын Дэвид өзінің денесін ұрып көгертеді. Оны Стив ұрды деп Никольға айтады. Әкесіне қатты ренжіген Николь ұрсып қалады да Дэвидпен кетіп қалады. Екеуі бір түн өткеннен кейін Николь үйіне оралса, жарықтан үйіндегілердің ұйықтамағанын көріп, кіргісі келмей қайта Дэвидке кетіп қалады. Дэвидтің үйіне келе жатқанда ашық тұрған есіктен Логанның алдында отырған Маргоны көреді. Ол заңсыз нәрсені қабылдап отырады. Оның қасына Дэвид келіп Маргоны қорқытып жатын бөлмеге алып кетеді. Николь үйіне жылап қайтып кетеді. Келесі күні Николь мектепте Гарримен отырады. Оның қасына Дэвид келгенде Николь оған маған жолама, аулақ жүр деп айқайлайды. Дэвид түсінбей не болды деп таңданады. Гарри оған барып тиіспе дейді. Сосын Дэвид оны жібере салады. Сабақтан соң Никольға Марго келеді. Екеуі жеке сөйлеседі. Николь Маргоға осының бәрін қалай жасырып жүрсің деп, сен ондай емес едің деп, енді достаспаймыз деп кетіп қалады. Марго жылап, мен заңсыз нәрсеге мастанып қалдым деп айқайлап, мені тастама, сенен басқа досым жоқ дейді. Дэвид Маргоны ұстап алып, оны ұрып, неге айтасың деп кінәлайды. Егер оны қайта көдірмесең, өзіңе жаман болады деп кетіп қалады. Ертесіне Дэвид Гарриді қуып жүріп, ұстап алып, жансыз қалғанша ұрады. Стив жұмыстан шыққанда оның көлігін Дэвид бүлдіріп, қорқытып, жазу қалдырып кетеді. Стив досының көлігін алып Дэвидтің үйіне барса, оның үйінде ешкім жоқ болады. Ол жерде Никольдің іш киімі және Стивтің орнына өз суретін жабыстырып қойған болады. Оны көрген Стив қатты ашуланады да үйін талқандап кетеді. Дэвид достарымен үйіне оралғанда қираған үйін көріп, бұны Стив жасады деп соның үйіне бет алады. Стив полицияға бәрін түсіндіріп жатқанда есікті біреу қағады. Ашса Марго екен. Ол жылап Гарридің өлгенін айтады және де Дэвид Никольдің итінің басын тастап кетеді. Сол сәтте ит кіретін тесіктен біреу сөйлеп басын шығарып кіргісі келгенде Стив есікті жауып үлгереді. Стив есіктен сығалағанда Дэвид тұрып кіргіз деп айқайлайды. Дэвидтің достары жан-жақтан келіп үйге кіргісі келеді. Стив полицияға хабар береді. Оған күзетші көмекке келеді де Дэвидті ұстап алады. Оны тінтіп жатқанда Дэвидтің досы артынан келіп, ұрғанда күзетші қашып үлгереді. Қозғалмаңдар деп қаруды кезейді. Стив келіп екеуін де ұрады. Осылардың сыртынан тағы бақылаған Дэвидтің бір досы күзетшіні атып тастап өлтіреді. Стив ішке қашып үлгере алмай қалады. Оны ұрып екі қолын байлап, оны ішке алып кіреді. Осы сәтте Никольдің інісі шатырдан тығылып келіп, күзетшінің көлігіндегі телефоннан полицияға қоңырау жібереді. Сосын көлікке отырып, сыртта тұрған біреуін соғады. Ол қанша көлікті атса, балаға тимейді. Іштен Логан Никольді зорламақшы болғанда, оған Марго жабысады. Бірақ оны Логан ұрып тастайды. Дэвид Стивті қызына соңғы рет әкеліп қоштасын деп жатын бөлмеге алып келеді. Ол жерде Логан Никольді зорламақшы болып жатады. Дэвид барып Логанды атып тастайды. Дэвид Стивті өлтірмекші. Николь оған жалынып өлтірме дейді. Сол кезде Тоби күзетшінің кілтін алып Лораны босатады. Ал Лора Стивті босатады. Босанып шыққан Стив Дэвидке жабысады. Дэвид күшті болып Стивті ұрып құлатады. Стивті шынайы түрде өлтіруге тырысқанда Николь Дэвидтің арқасынан темір тығып алады. Сонда да Дэвид Стивпен төбелесуге күші қалады. Қатты ашуланған Стив Дэвидті терезеден лақтырып жібереді. Ол тасты жерге түсіп, сол жерде мерт болады. Кино сол жерде бітеді. Кинодағы істерді қайталаушы болмаңыздар. Бұл жай ғана кино. Сіздермен бірге болған Асқар. Менің басқа да видеоларымды тамашалаңыздар. Лайк басып, коммент жазып, каналға жазылып бөлісіңіздер. Сау болыңыздар.